Ринат Саитов жайлы жедел мәлімдеме. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен ана назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын сұнамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Ринат Саитов жайлы басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе, арнамызға жазылып бір дана лайк белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ең төменгі жалақы 300 000 теңге болу керек. Ринат Саитов миллиондаған премия алатын басшыларға жүйелікті. Мәжіліс депутаты Ринат Саитов бір отбасының бір айлық шығын есептеп 85 000 теңгенің өте аз екенін айтып дәлелдеп берді. Ол ең төменгі жалақының 300 000 теңге болуы керек екенін алға тартты. Президент үкіметтің ең төменгі жалақы мөлшерін біртіндеп өсіре беретінін айтты. Азаматтардың табысын арттыру үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 85 000 теңгеге көтерілді. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе және де видеоролигіміз қажетті жерлерге жетіп бару үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз қымбат көрермен. Алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлеметте болыңыздар.